Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін үй жағдайында осындай палау дайындайтын боламыз. Өте қарапайым әдісте. Егер каналым пайдалы болған болса, лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлес қосқыңыз келсе, жазылып алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен керек заттарымызды турап аламыз. Мендегі 2 ірілеу сәбіз, одан кейін орташа көлемді пияз және тауық еті. Тауық етінен жасайтын боламын. Ең алдымен тауық еттерімді осылай етімізді турап аламыз. Одан кейін пиязымызды дәл осылай жіңішке етіп турап шығамыз. Одан кейін сәбіздерімізді дәл осылай ұзынша етіп барлығын турап аламыз. Енді қызып тұрған тавамызға майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Қызып тұрған майымызға ең алдымен етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Ет жақсылап қуырылғаннан кейін пиязымызды салып, тағы да жақсылап пиязымызды қызарғанша қуырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай пиязымыз дәл осылай қуырылады, қызарып, осылай жұмсарып піскен кезде енді сәбізімізді салып, сәбізімізді де дәл осылай қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз бұрышымызды саламыз. Қалауларыңыз бойынша пловтың приправасын зира салсаңыздар болады. Мен салмадым, себебі біздің отбасыда ешкім онда артық зат қосылған ұнатпайды, сондықтан тек тұз бен бұрыш салып жасап жатырмын. Дәл осылай сәбізімізді жақсылап қуырып аламыз. Осылай кесіп көрген кезде сәбізіміз ортасынан бөліну керек, өте жұмсақ болады. Дәл осы кезде біздің қуырылып бітті деген сөз. Осы кезде суымызды құятын боламыз. Осымен жақсылап қуырылып болды. Енді суымызды құятын боламыз. 2 кесе палау басамын, сондықтан да 2 кесе палау үшін 3 кесе су құятын боламын. Су қайнағанға дейін 2 кесе күрішімді жақсылап жуып алатын боламыз. Күрішті бірнеше қайтара жуу керек. Суымыз ағарғанша жуамыз. Дәл осылай суымыз әппақ болғанға дейін күрішімізді жуып алдық. Дәл осылай жуатын болсаңыздар, күріштеріңіздің арасы тал-тал болып, арасы жабыспай, жақсы болып піседі. Сол үшін де осылай 4-5 рет су ағарғанша жақсылап жуып аламыз. Осы кезде біздің суымыз қайнады. Енді күрішімізді салып бастаймыз. Сәбізді көп қуырғаннан кейін біздің байқасаңыздар, суымыз кішкене сарғайып тұр. Сондықтан да сәбізді көбірек қуырған сайын біздің түсі жақсы болып шығатын болады. Енді күрішіміздің барлығын жақсылап салып, қатты араластырудың керегі жоқ, бетін ғана дәл осылай араластырып қоямыз. Одан кейін қазанымыз осылай күрішіміз қайнап жатқан кезде, бір қайнағаннан кейін астын өте баяу отта қойып, 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Дәл осы кезде біздің палауымыз дайын болғанға дейін салат дайындаймыз. Ол үшін бізге бір помидор және пияз. Бұл жалпы осы салат палауға өте жақсы кететін салат. Өте жақсы көреміз біз. Осылай қызанақтарымды жіңішке етіп турап шығамын. Пиязды да жіңішке етіп тураймын. Дәміне қарай тұз бұрышымды салып, жақсылап араластырамыз. Палауға өте ерекше салат. Біз отбасымызбен дәл осы салатты жақсы көреміз. Осымен біздің палауымыз да дайын, салатымыз да дайын. Дәл осылай палауларымыз шашылып өте жақсы болып пісті. Ас болсын, егер каналым пайдалы болған болса, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді болды. Кешкі асқа, түскі асқа дайындасаңыздар